Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен физика 7-ші сынып башқару кітабынан 3-1 жаттығудың 5 есебін талқылайтын боламыз. Келесіде тур 30 секілді видеолар шығып тұру үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басамыз. Суреттерде 3-10 және 3-11 көрсетілген мысалдарға қарап өзара әрекеттесу құбылысы сипаттаңдар. Біріншісінде шаңғышы шаңға теуіп кетіп бара жатыр, ол қармен әрекеттеседі. Ал екіншісіне конькишілер мұзбен әрекеттеседі. Келесі екінші есеп. Массалардың төменде берілген мәндерін килограмм арқылы өрнектеңдер. Шыбының қанаты 0,100 грамм. Масса 1 0,100 грамм. Граммды килограмм айналдыру үшін оның -3 дәрежесіне көбейтеміз. Оның -3 дәрежесі сонда килограмм болады. Енді мен мына 0,100 дәреже түрінде жазсам, ол 5 10-ның -5 дәрежесі болады. И 10-ның -3 дәрежесі килограмм. Сонда жауап 5 көбейту 10-ның -8 дәрежесі килограмм болады. Масса екінші 2,5 грамм. Килограмм айна жазатын болсам, 2,5 көбейту 10-ның -3 дәрежесі килограмм болады. Масса 3 400 грамм. Килограмм айна алып жазатын болсам, 400 көбейту 10-ның -3 дәрежесі килограмм, немесе 0,4 килограмм. Төртінші есеп. Алақандарыңа қандай да бір денені салып, оның массасын бағалаңдар. Сонан соң оны таразыға тартып өлшеп, қанша қателескендеріңді тексеріңдер дейді. Енді біз белгілі бір денені аламыз. Біз ойша сол дененің массасын қолымызға қоямыз да есептейміз, ойша есептейміз. И содан кейін оны таразыға апарамыз. Таразыға апарып салған кездегі массасын есептейміз. Қателескен массаны табу үшін масса қателескен. Сендер өздерің ойлаған массаларынан таразыдағы массаны азайтасыңдар. Сол кезде қанша қателескендерін тауып аласыңдар. Келесі. Роликті коньки киген екі бала бір-бірімен кері итеріп, қарама-қарсы жаққа қарай сәйкес 3 метр секунд және 4 метр секундпен сырғанап кетті. Бірінші баланың массасы 40 кг, екінші баланың массасы неге тең? Бұның формуласы m1v1 тең m2v2. Бізге керек масса 2. Масса 2-ні қорытатын болсақ, масса 2 тең болады m1v1 бөлу v2. Сонда масса 1-дің орнына 40, v1 3, v2 4. 40-ты 4-ке бөлсем 10, сонда 30 килограмм.